Бабаларымыз ғасырлар бойы бауырым деп сөйлескен. Ендеше неге бүгін кейбір адамдар күнделікті өмірде түсініксіз діни терминдерді орынсыз қолдануға әуес? Ислам діні қазақ даласына шамамен 10 ғасырлардан бастап кең тарай бастады. Ата-бабаларымыз исламды ханафи мазхабы негізінде қабылдады. Оны ұлттық салт дәстүрімізбен және тілімізбен үйлестіре білді. Сондықтан халқымыз діни ұғымдарды да өз тіліне бейімдеді. Мысалы, ифтар деудің орнына аузашар, ахи деудің орнына бауырым деген сөздерді қолданды. Бұл дінге қарсы емес, керісінше дінді ұлттық болмысымызбен сабақтастыра білгендіктің көрінісі. Ал кейбір жат ағым өкілдері күнделікті әңгімесінде ахи, ухти, такфир, бидғат, джихад, жахил сияқты терминдерді орынсыз әрі шамадан тыс қолдануға бейім келеді. Мұндай сөздерді әр жерде қолдану кейде қарапайым халықтың түсініспеушілігін туғызып, қоғам ішінде алауыздыққа себеп болады.